Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ной. PUBG Mobile Lite Қазақстанға шықты. PUBG Mobile Lite дегенде білмей отқан жандарға айтайын. Бұл әлсіз смартфондарға арналған нұсқа. Lite'да сіз 60 адам және кішігірім аралда орындалады. Бұл Erangel картасы және Erangel картасы өзгертілген. Алды қарай көріп жатарсыздар. Менің ойымша бұл Lite версиясы әдемі шықты. Механикасы өзгермеген және өзіне тән 2-3 фишкалары бар. Фишкалардың бірін айтып кетсем, сіз жүріс барысында емдел аласыз және жаңағыдай Erangel картасы. Erangel картасы 60 адамға қарай ыңғайлы ретінде орналасқан. Менің ойымша бұл Erangel картасы әлсіз смартфондарға жақсы және бета-тестімен Samsung картасы өтіп жатқанын білдім. Бұда ешқандай транспортта өзгертілмеген. Менде бета-версия жабық және ешқандай аудиолар өзгертілмеген. Экранда көріп отқандарыңыздай мен осы суреттерді Google'дан тауып алдым. Енді мен PUBG Mobile Lite жайлы өз ойымда айтып кетсем. PUBG Mobile Lite менің ойымша жақсы шығып үлгерді. PUBG Mobile Lite'ты сіз оны жүктей аласыз. Бірақ сіздерде жүктеу барысында Play Market жүйесінен шықпаған жағдайда мен сіздерге өз айтарым бар. Менде ондай жағдайлар болды. Ол жағдайларды мен айтып кетсем, телефоны көтеретіндерге және көтермейтіндерге арналады. Осындай екі жүйеде сіз оңай бұл PUBG Mobile Lite'ты оңай басып аласыз. Енді сіздерге айтарым, күндеріңіз жақсы өтсін. Армандарыңыз орындалсын. Сіздермен болған мен Нұрик, қош сау болыңыздар.